Ассалаумағалейкум ағайындар, сендермен мен Бекасыл. Короче, бүгін Кобальттың подшипнигі кетті, гудит етіп қалдық, подшипнигі, соны ауыстырамыз. Және де ABS-ін дұрыстап істетеміз. ABS-ім істемей қалған етін, почти 70-80 мың пробег болды. ABS жүргеніме, оны мен электриктерге апардым, аняқ апардым, мыняқ апардым, сөйтсем, ол ешқандай датчиктен де электричестводан да емес екен, білмейтін источниктар подшипникті наоборот салып жібереді екен. Яғни подшипниктің бір жағы короче темір болады екен, бір жағы магнит болады екен. Магнит жағын неге датчикке қаратып салу керек екен. Соны көп источниктар білмейді екен. Соның кесірінен ABS-сіз қалып кетесіңдер. Яғни Nexia-да да, Cobalt-та да сондай. Енді мен дос балам да сөйтіп ABS-сіз жүр, 10 күнде сөйтіп салып жүрген, темір жағын датчикке қаратып салып жүрген ғой. Соның кесірінен ABS істемей қалады екен. Яғни короче магнит жағын датчикке қаратып салу керек. Любой естоға подшипник ауыстыратын кезде барып айтыңдар. Короче, подшипник ауыстырып отырмыз. Короче, подшипниктің ABS-ім жанып қалған алдында. Короче, на бетінде не болады екен, магнит. На беті темір болады екен. Осы магнит жағын салу керек екен. Егер магнит жағын салмасаң, ABS оқи алмай қалады екен да, ABS-терің жанып қалады. Мына ABS датчик. Так что ABS датчиктеріңе абайлы болыңдар. Мен ABS-ім істемей қалды. Сөйтіп почти 180 мың пробегті ауыстырған, 280 мың пробегті ауыстырған едім. Қазір 358 мың пробег болды. Қанша 70 мың, 80 мың пробег ABS-сіз жүрдім. Енді қазір қайтадан ауыстырып отырмын, подшипнигім кетті. Құдай қаласа ABS-ім істейтін болады. Ағайындар, видео пайдалы болса осы каналға тіркеліп, подписать етіліп, қоңыраушаны басып, Кобальты, Nexia-сы бар достарыңыз болса, ағаларыңыз, інілеріңіз болса, сол кісілерге жіберіп қойыңыздар. Бір жерге барып, солай ABS-сіз қайтып жүрмесін, бір подшипник ауыстырам деп.